Бүгін біртұтас тәрбие сапалы білім берудегі маңызды қадам тақырыбындағы облыстық семинар Шал Ақын ауданында өтіп жатыр. Бұл семинарға мектепке дейінгі ұйымдардың педагогтары, пән мұғалімдері, тәрбиесінің меңгерушілері және сынып жетекшілері қатысып отыр. Іс-шара барысында биология, география, қазақ тілі сияқты пәндер бойынша ашық сабақтар өткізілуде және тәжірибе алмасу ұйымдастырылуда. Педагогтар пәндерге құндылықтарды енгізу арқылы тәрбие мен білім беруді үйлестіріп, оқушыларды жан-жақты дамытуға бағытталған заманауи әдістемелерді талқылауда. Сегодня мной дан урок естествознания в 5 классе на тему материки и океаны. Данный урок относится к разделу «Вселенная, Земля и человек». Мой урок был интегрирован с программой «Біртұтас тәрбие», то есть основное направление – это экология. В данном уроке я попытался открыть современные экологические проблемы не только всей планеты, но и нашей республики, Республики Казахстан. То есть были определены возрастные возможности учащихся. Ребята работали в группах, в командах. Каждая команда представила экологические проблемы всех материков и океанов, а также акцентировала внимание на экологические проблемы Казахстана. Я считаю, что это основное важное направление в настоящее время. Это воспитывает как патриотизм, так и гражданственную позицию наших ребят. Бүгін Шал Ақын, киелі Шал Ақын ауданында үлкен маңызды іс-шара жүріп жатыр. Облыстық біртұтас тәрбие білім берудегі маңызды қадам атты семинарда өте құнды жаңалықтарды көрдік. Бұл құндылықтар біздің мектеп өмірінде үлкен басты рөл атқарады. Бүгінгі көрген ашық сабақтарымыз, тәрбиелік іс-шаралар осы біртұтас тәрбие бағдарламасының осы ауданда үлкен жақсы қадаммен жүріп жатқанын көрдік. Ұйымдастырушыларға өте үлкен рахметімді айтқым келеді. Бүгін осы семинарда біз өзімізге қажетті маңызды дүниелерді алдық. Бүгінгі Шал Ақында өтіп жатқан облыстық семинарға мен Ақжар ауданының білім бөлімінен әдіскер ретінде қатысып жатырмын. Бүгінгі семинар біртұтас тәрбие бағдарламасы бойынша өткізіліп жатыр. Бұл жаңағы семинарды Шал Ақын ауданы ашып жатыр ең бірінші. Енді бүгінгі семинар өте жақсы жоғары деңгейде өтті деп ойлаймын. Және барлық атсалысып жатқан ұйымдастырушыларға көптен көп рахметімді жеткізгім келеді. Шал Ақын ауданы Ильни Арыстанұлы Бөкетов атындағы мектеп гимназияның сында 4-ші сыныпта қазақ тілі пәні бойынша ашық сабақ өтті. Бүгінгі ашық сабағым Қазақстан ұлттық телеарнасының Қызық екен бағдарламасы аясында өтті. Бұл Қызық екен бағдарламасы бүгінгі күні елімізге маңызды ұлттық адами құндылықтарға негізделген біртұтас тәрбие бағдарламасымен жұмыс жасауда. Бұл бағдарламаның негізгі мақсаты ұлттық құндылықтарды бойына сіңірген еңбекқор, адал, саналы, жасампаз азаматтар тәрбиелеу. Міне бүгін менің оқушыларым бүгінгі сабағымда қандай ақылды, білімді, тәрбиелі оқушылар болып өсіп келе жатқанын сабақта көрсетті.